кешегі әлеуметтік желілерде тағы да сот отырысын байланысты аудио жазба таралуына байланысты сот жекеше қаулы шығару үшін кеңесу бөлмесіне шығады. Құрметті сотқа қатысушылар, кеше әлеуметтік желілерде сот процесіне қатысы бар белгісіз адамдардың екі ұшты сипаттағы әңгімесін қамтитын бейне жазба таратылды. Осыған орай сот жекеше қаулы шығаруды қажет деп тапты. Прокурор бейне жазбаның шынайылығын, диалогқа қатысушылардың кім екенін, олардың сөзінің мазмұнын анықтап, заңға сәйкес тиісті шаралар қабылдауы тиіс. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес іс бойынша шешімді тек сот қана қабылдайтынын еске саламын. Кез келген жорамал мен арандатушылық әрекетке жол берілмейді.